Сәлеметсіздерме, құрметті көрермен, біз каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан бірінші болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Алдағы күндері ауа райы қандай болады? Температура фонында айтарлықтай өзгерістер күтілмейді. Алдағы күндері ауа райы қандай болады? Егемен.kz. Қазгидромет РМК 30 қаңтар 1 ақпанда ауа райы қандай болатыны туралы болжам жасады деп хабарлайды Түркістан.kz. Синоптиктердің болжамынша солтүстік облыстарда қар түрінде, оңтүстік өңірлерде бұрқасын және жаңбыр түрінде жауын-шашын күтіледі. Сонымен қатар жел күшейеді, ал оңтүстіктің таулы аймақтарында қатты жауын-шашын жауып, жаңбыр, қар, көктайғақ болады, тұман түседі. Температура фонында айтарлықтай өзгерістер күтілмейді делінген хабарламада. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып күтулеріңізді сұраймыз. Лайк басқан қолдарыңыз қабатулы қабырғасын ұстауды нәсіп етсін.